Тарихта сондай дәуірлер болады, үлкен салтанатлар арасындағы қарама-қарсылықтар бүткіл бір тағдирлерді өзгертіп жібереді. Амир Темур қайтыс болғаннан кейін оның артында қалған үлкен империя бір-біріне жүді қарсы болған феодалдар һәм шахзадалар арасындағы күрес майданына айланды. Кім жеңіске ерісті, кім қиянет жолын таңлады, һәм бұл құрамалы ойын ішінде кімлер ақиқат һәм ілім нұрын қорғай алды. Міне сондай отлы күреслер ішінде ұлы империяның дауамилығы үшін күрескен бір шахс Мырза Ұлықбек сахнаға шықты. Бүгінгі көрігімізде болса, ілім қауендері һәм ұлы алым Мырза Ұлықбектің сырлы тұрмысы һәм іскерлігі хақында сөз жүртеміз. Видео басынан ақ каналға ағза болуды ұмытпаң. Білім дариясына сүңгуге даяр болсаңыз, біз баслаймыз. Тимурдың өлімінен, яғни 1405 жылдың 18 февралінен кейін оның үлкен империясы өзара феодалдық һәм таж-тахт үшін күреслер орталығына айланып қалды. Мауреннахр Тимурдың ақлығы Халил Сұлтанның қолынан өтті. Сондай-ақ Түркістан, Савран һәм Ұлы Сырдарияның арқа жағалауындағы алдын Темурилер мемлекетіне қарасты болған жерлер Амир Бердібекке өтті. Ташкент, Ашпара, Ходжент һәм Ферғанада болса Амир Худайдот Хусайни Хорезмдік байрағын көтерді. Хорезм болса 1405 жылдың декабрінен басылап, Алтын Ордалы абырайлы амирлерден Эдику Узбек, яғни Едікей тарапынан басқарыла басланды. Батыс Иранда да ауыр жағдай жүз берді. Мираншах һәм оның баласы Мырза Умардың арасында көптен бері дауам етіп кетірген қарама-қарсылықтар жалайырлар басылығы Сұлтан Ахмет және оның ауқамласы Қара Юсуфтың араласуыменен үлкен ұрысқа айланып кетті. 1408 жылдың 21 апрель күні Мираншах Қара Юсуф пенен Табриз жанында болған сауашта дүниеден көз жұмды. Арадан 2 жыл өткеннен соң, яғни 1410 жылы Азербайджан, Армения һәм Батыс Иракта Қара Юсуф тарапынан басып алынады. Сондай-ақ сол жыллары Құбыла шығыс Иран һәм қазіргі Афганстан аймақтарында да жағдай тыныш емес еді. 1405 жылы Туста Амир Сулайманшах, Сейстанда Шах Али, сондай-ақ Шах Құтбиддин һәм Шах Джалалуддинлер Шахрухқа қарсы көтеріліс баслады. 1407 жылдың жазында болса, Парсыда Умар-Шайх Мырзаның баласы Мырза Бахадыр менен Мираншахтың баласы Мырза Абу-Бакыр арасында ұрыс басланып кетті. Сол жылдың февраліне келіп болса, Уазир Пір Али Тоз басшылығындағы бір қатар ұйымластырушылар Балх хакімі Пір Мұхаммедті өлтіріп, хакимиятты өз қолына алды. Арадан бір ай өтер-өтпес Ғор уәлаятында көтеріліс басланды. Астрабадта болса Мырза Умар көтеріліс көтерді. Халил Сұлтан болса жан тәні менен Мауреннахр әскерлерін Амудария жағасына топлай баслады. Бірақ Сұлтан Шахрух 1409 жылға келіп, мемлекетте біраз тәртіп орнатып, Темурилер мемлекетінің бірден-бір хүкімдары болып алған болса да, бәрібір феодалдар һәм таж-тахт үшін даугерлердің күресін бүткілдей жөнге сала алмады. Ол өмірінің ақырына дейін ұллары һәм ағайындары менен тынымсыз күрес алып баруға қала берді. Империяны батыста Қараханилер, арқада болса көшпелі өзбеклердің басқыншылық топлысыларынан қорғауға мәжбүр болды. Ұлықбек заманы бір тараптан ілім һәм мәдениет өскен дәуір болса, екінші тараптан Темурилер империясы дағдарысының баслану дәуірі еді. Шахрух қаншелік харекет етпесін, бәрібір ішкі һәм сыртқы қарама-қарсылықтарды жөнге сала алмады. Феодал һәм шахзадалардың бір тараплеме харекетлері Темурилер шаңырағы дағдарысын тезлестірді. Мырза Ұлықбектің тұрмысы, әсіресе оның балалық жыллары һәм өспірінлік уақытлары хақындағы мағлұматлар жүді аз. Бірақ дегенменен har түрлі кітапханаларда сақланып қалған сол дәуірлердегі деректер тексерілсе һәм үйренілсе, бұл хақында бірқанша мағлұматларға да ие болуы мүмкін. Мырза Ұлықбек Шахрухтың тұңғыш баласы болып, оның анасы Гаухар-Шот болса, Шахлы абырайлы амирлерден Ғиясуддин Тарханның қызы еді. Ол Амир Темурдың Ирак һәм Азербайджанға қылған әскери жүрісі уақытында, яғни 1394 жылдың 22 март күні
Иран Азербайджанның Султания қаласында дүниеге келеді. Сол күндері Тимур және оның көп санлы әскері Аль-Джазира, яғни Ирактың Мордин қорғанын қатты қамалға алып тұрған еді. Қорған ауыр сауашылардан кейін сол жылдың апрелінде иеленді һәм Тимур оны талан-тараж ету, барлық халқын болса қылыштан өткеруді бұйырды. Бірақ Султаниядан арнаулы шабарман алып келген қош хабар ғана қорғанды бүткілдей ойран болудан, халықты болса қырылып кетуден сақлап қалған еді. Шабарман алып келген бұл қош хабар Шахрухтың ұлы болғанлығы хақында хабар еді. Тимур бұл қуанышлы хабардан жүдә қуанып, қорған халқы және оның атрапындағы халыққа кешірім береді. Һәм хаттегі Мордин және оның атрапындағы жерлерді алдыңғы хакімінің інісі болған Сұлтан Салихқа сауға етті. Тимурдың қалеуі менен балаға Мұхаммед Тарағай деп ат қойылды. Бірақ ол көбірек Ұлығбек аты менен танымалы болды. 1394 жылдың 28 августында Шахрухтың хаялларынан және бірі ұл туды һәм оған Ибрахим Сұлтан деп ат қойылады. Тимур сарайындағы дәстүрге бола шахзадалар бабасының үлкен хаяллары Сарай-Мулк ханым һәм құтлы турканлардың тәрбиясына тапсырылды. Һәм бір жыл шамасы Султанияда болды. Тимур 1395 жылдың 1 январында жаңарағы һәм ақлықларын Шахрухқа қосып Самарханға жібереді. Кейін болса Алтын Орда ханы Тоқтамысқа қарсы атланыс жасайды. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Мырза Ұлықбек хақында мағлұматлар деректерде оншелі дәрежеде көп ұшырай бермейді. Бірақ 1395-1398 жылдар аралығында Ұлықбек Самархандта тұрған болуы ықтимал. Сонда айтып өту керек, Амир Тимур 1398 жылы ақылғы Пір Мұхаммедтің сұранысы менен Хиндистанға әскер тартты һәм өзіменен бірге Ұлықбекті де алып кетеді. Бірақ оны ярым жолда Кабулдан Самархандқа қарай қайтарып жібереді. Амир Тимурдың Хиндистанға болған жүрісі тарихын жазып қалдырған Қиясуддин Али Тимур Самархандқа Ұлықбекті қайтарып жіберуінің текарғы себебі бұл Хиндистанның жүдә ыссы болғанлығы деп келтіреді. 1399-1404 жылдар аралығында Тимур және батысқа, яғни Түркия сұлтаны Баязид Йылдырым һәм Египет сұлтаны Насреддин Фаражға қарсы жүріс бастады һәм бұл уақытлар аралығында да Мырза Ұлықбек үлкен анасы Сарай-Мулк ханымның жанында атасы менен бірге болған. Амир Тимур Ұлықбекті Қытай жүрісіне де бірге алып кеткен. Бірақ жүрістен бірнеше ай алдын, яғни 1404 жылдың сентябрінде Сақып Қыран Канигілде үлкен той тамаша өткереді. Дерлік 40 күн дауам еткен әне сол тойда Тимур өзінің 6 ақлығын Ұлықбек һәм Ибрахим Сұлтанды, ақлығы Мұхаммед Сұлтанның баласы Мырза Джахангирді, Мырза Байхара һәм Сайд Ахметті һәм Ираншахтың баласы Аламгерді үйлендіріп қойды. Ұлықбекке өзінің ардақлы ақлығы Мұхаммед Сұлтанның қызы Огейбегимді алып берді. Кеуілдегі той бәзімлер жумағына жеткеннен соң Тимур қалаға Самархандқа қайтады һәм арнаулы кеңес өткереді. Кеңесте болашақ жүрістің режелері һәр тараплеме талқыланды. Бұл кеңесте Ұлықбекке Сайрам, Жаңа, Ашбара һәм Жиде, яғни Монголия, Ибрахим Сұлтанға болса Андижан, Ақскен һәм Қашқар сауға етілді. Бірақ бұл уәлаятлардың көбісі елі Тимурилер ықтиярында емес еді. Яғни оларды бойсындыру керек еді. 1404 жыл 28 ноябрьде Амир Тимур 200 мың адамлық үлкен әскерменен Сырдария жағаларына қарай жол алды. Һәм 1405 жыл январ айының басларында өзі отырарға жауынгерлердің оң қанаты ақылғы Сұлтан Хусейн командирлігінде Тегіс һәм Савронға келіп орналасты. Халил Сұлтан басшылығындағы шеп қанат болса Шахрухия, Ташкент һәм Сайрамда тоқтады. Амир Тимур қысты әне сол орынларда өткеріп дәслепкі Бахарде Қытайға қарай жүріс етуді мөлжел еткен еді. Бірақ Амир Тимурдың өлімінен соң бұл жүріс әмелге аспай қалды. Мемлекетте болса таж-тахт үшін таласлар пәтіне шықты. Феодаллардың өзара күресі қатты күшейді. Ұлықбектің балалық жыллары хақында және соны да айту керек, ол бархамы бабасының диққат этибарына ерісе алған. Амир Тимур бүткіл мұхаббатын міне сол зирек, хамизатты білуге харекет еткен ақылығына қаратқан еді. Оның тәрбиясына жүді жақсы этибар берді. Ұлықбекті білгір һәм тәжірибелі тәрбияшылар тәрбиялап хат сауатын шығарған.
diniy ham dunyo жүзілік ilmlar tekari menен tanishtirdi. Bir qator deraklerde keltirilgan ma'lumotlarga bola 1397 yamasa 1398 yillardanoq kelishikda ulug' shoir ham atoqli olim bo'lib tanilgan shayx Orif Ozoriy Ulug'bekning tarbiyachisi etib tayinlangan edi. Jas Muhammed Tarag'ay o'z o'qituvchisidan ko'p narsalarni o'rgandi. U o'zining muallimini o'g'ada yaxshi ko'radigan, hatto aradan 40 yildan ko'proq vaqt o'tsa-da, dervish libosida burkanib olgan shayx Orif Ozoriyni uzoqdan taniydi ham, o'g'an ko'p karamatlar ko'rsatgan. Және sonda aytib o'tib kerak, Ulug'bek juda jas bo'luviga qaramasdan mamlakatlik kengeslarga ham javobgar qabullov marosimlarini de kiritilar edi. Сондай ol barhama o'zining atasining shep tarafida o'tiradigan bo'lgan. Tarixchi G'iyosiddin Ali ham 1404-yili Samarqandga kelgan Kastiliya, ya'ni Ispaniya podshosi Genrix IIIning elchisi Rui González de Clavijo bu haqida qimmatli ma'lumotlar yozib qoldiradi. Sonda aytib o'tib kerak, Timur bu axlig'in Ulug'bekni mamlakat boshqaruvini terin tayyorlab borgan. Samarqandda Xalil Sultan yelib olgan kunlarda Mirza Ulug'bek amirlardan Shahmalik ham Shayx Nuriddin, Buxara hokimi Hamza Barlosning yordami bilan Buxarani yeledi. Biroq aradan bir necha kun o'tib qalani Xalil Sultan jibergan askarlar qurshab oladi. Ulug'bek ham Ibrohim Sultan ati shuharda atab o'tilgan amirlar bilan birgalikda zo'rg'a qochib qutuldi ham Amudaryodan o'tib Xorasonga Shahruxning oldina yuzlanadi. Har ikki mirzaning g'azinasi, boshqa boyligi ham xayollari Xalil Sultanning qo'lina tushib qoldi. Солай etib 1405-yildan tap 1409-yilgacha Ulug'bek akasi bilan birga bo'ldi және uning bir qator askariy yurishlarida qatnashdi. Misol, ol 1405-yilning yazında Tus viloyatining hokimi Sulaymanshoh ko'tarilisini bostiruvda qatnashib, Jomga shikim askarlar bilan birga boradi. Ham bu yerda podsho karvonidan boshchi etib qoldirildi. Shahruh sol yili Seystanda Shah Ali, Shah Qutbiddin ham Shah Jaloliddinlarning ko'tarilisini bostirib, keyingi yili, ya'ni 1406-yilning kech kuzida Amudaryoning shep jag'asida askar to'play boshladi. Bu yerga birinchi bo'lib Ulug'bek ham Shahmalik yetib keladi ham daryodan kechib o'tuvga tayyorlik ko'rdi. Shahruxning o'zi bo'lsa Texarga kuchlar bilan Bodxiz oazisindagi Qizil karvon mavzeyiga kelib tushdi. Reja bo'yicha Ulug'bek ham Shahmalik daryodan kechib o'tuvi ham Pir Muhammad Sultan bilan qo'shilib Shahrux askarining daryodan 4 ko'z tuvel kechib o'tuvini ta'minlash kerak edi. Biroq daryoning o'ng жағалауында tayyor turgan Xalil Sultan Shahruxning bu rejasini yo'qqa chiqargan. U kuchli hujum uyushtirib, Ulug'bek ham Shahmalikning qarovul bo'limlarini laqtirib tashlab, daryo ustiga qayiqlarda sal baylantirib qurgan ko'pirini iyilib oladi. Har ikki taraf, ya'ni Shahruh ham Xalil Sultan o'zaro kelishim tuzgan ham bo'lgan bo'la, Xalil Sultan Ulug'bek Ibrohim Sultanning g'azinasi, boshqa mol-mulki ham xayollarini qaytaruga so'z bergan. Shahruh bo'lsa Mudaryoning o'ng jag'asindagi yerlar Xalil Sultanga tegishli deb tan olу kerak edi. Kelishimdan har ikki tarafchi mabtar bo'lgan. Xullasi, Shahruh ham Ulug'bek Xalil Sultan bilan avur gulisga yili tayyor emas edi. Qalaberdi Pir Muhammad isti so'zib yili baliqdan жылжымаған edi. Negizinde bo'lsa Xalil Sultanning жағдайда bundan yaxshi bo'lmagan. Sebebi arqadan Xudaydod Husayni Mongoliya xoni Shami Jahan bilan avhamlasib, Movranaxirga qavib solib turar edi. Kelishimga qo'l qo'ygandan keyin Xalil Sultan Samarqandga, Ulug'bek Shohmalik ham Shayx Nuriddinlar bo'lsa Anhudga qaytib ketdi. Biroq aradan ko'p vaqt o'tmay Ulug'bek ham Shohmalik shartnomani buzdi. Shohmalik asosliq bilan Baliqqa borib, Pir Muhammad bilan birlashdi ham ular birgalikda Amudaryoni kechib o'tgan edi. Daryoning o'z askari bilan Ulug'bek Mirzada kechib o'tdi. Ham ular qo'shilib Samarqandga qaray yurdi. Nasaf, ya'ni Qarshi atrofida har ikki o'rtada Xalil Sultan bilan Ulug'bek shani uning avhamlaslari orasida kuchli urush bo'ldi. Xalil Sultan avhamlaslarda yengilishga uchratdi. Pir Muhammad Baliqqa, Ulug'bek ham Shahmalik bo'lsa Xorasonga qaray qochdi. Bu voqea 1407-yilning fevralida yuz berdi. 1406-yilning iyun oyida Astrabadga qarasli Siyah Balotda Shahruxga qarshi ko'tarilish boshlagan Pir podsho Saidxo'ja ham ularning avhamlaslari bilan birga bo'lgan savoshda Mirza Ulug'bek, Amir Shahmalik ham Amir Musa bilan birgalikda Shahrux askari
әскерлерінің оң қанатына басшылық етті. Көтеріліс бастырылғаннан кейін Шахрух Улуғбекті Хурасанға хакім етіп тайынлады. Астрабад һәм Сейстан болса Мираншахтың баласы Мырза Умарға берілді. 1409 жылдың апрель айы ақырында Шахрух Амударияны кешіп өтіп Самарқанд үстіне жүрді. Бірақ бұл уақытта және бір әжептәуір уақия жүз берді. Сол күнлері Худайдод Хусайни да Уратөбеден шығып, тезлікменен Самарқандтың үстіне жүріс қыла баслады. Ол Халил Сұлтанды тұтқынға алып, Самарқандты иеледі. Дегенмен Шахрух Самарқандқа жақынласуыменен Худайдод қаланы таслап арқаға шегінеді. 1409 жылдың 4 майында болса, Самарқандтың кілттері Шахрухқа тапсырылады. Патша Мауреннахрда бірнеше жыл шамасы тұрды һәм һәмме істерді өз орнына қойып болғаннан кейін 1410 жылдың 8 январында Гератқа кетеді. Һәм Мауреннахр хакім етіп бұл уақытта 16 жаслы Улуғбек тайынланады. Әлбетте бұл жылдар Улуғбек үшін аңсат өтпеді. Ол бәрібір әкесінің бұйрықтарына бойсынуы, әкесінің әскери жүріслеріне қатынасып тұруы һәм жергілікті көтерілістерді бастырып тұруы тиіс еді. Бұл дегені Улуғбекті жергілікті үкіметпенен де келісіп іс тұтуға мәжбүр етті. Шахрух 1447 жылдың 12 март күні қайтыс болғаннан кейін Тимурилер арасында таж-тахт үшін және күрес күшейіп кетеді. Мырза Улуғбек болса бұл дәуірде жергілікті көтерілістерді бастыруға мәжбүр болған еді. Сонда айтып өту керек, Шахрух та Улуғбек те Амир Темур құсап басқа мемлекеттерге басқыншылық ұрыстар алып бармаған. Олардың кейде Монголия һәм Ағорда қанлықларына қарсы алып барған ұрыстары тек қана қорғау харекетіндегі ұрыстар болып, бұл империяның бүтінлігі һәм қауіпсіздігін сақлауға қаратылған еді. Улуғбек дәуірінде көне Самарқанд гүлдеп жаснады. Өнерменшілік һәм сауда-саттық рауажланды. Архитектура һәм ілім гүлленді. Самарқандта жүдә көп өнерменшілік товарлары һәм бұйымлары, һәр түрлі жипек тауарлар һәм һәр түрлі гезлемелер, алтын һәм күмістен ісленген үй-рузгер бұйымлары, зеп-зинет бұйымлары, алтын ренг һәм ашық көк ренглі тас бояулар, жоғары сортлы қағаз, әскери құраллар іслеп шығарылар еді. Самарқандтың мейуелері де жаһан базарларында даңққа еріскен еді. Амир Темур заманында алып барылған құрылыс жұмыслары Улуғбек үкімдарлық еткен дәуірде де кең көлемде дауам еттірілді. Улуғбек тәслеп Самарқандтың қақ орайында жайласқан Регистан майданында қатар имаратлар, атап айтқанда үлкен медресе, мешіттегі кең намазхана, Мұқатта мешіті, каруансарай һәм басқа да имаратларды құрдырды. Қызығы Улуғбек құрдырған мешіт ол құрдырған обсерватория біткеріліп іске түскенге шекем өзінің текарғы вазипасынан тысқары айрықша обсерватория вазипасында өтеген. Улуғбек 1417 жылы Бұхарада һәм 1433 жылда құрылған медреселерде, әне сондай жоғары мақсатлерде қызмет еткен. Медреселерде діни ілімлер менен бір қатарда анық ілімлер де оқытылған. Мысалы, математика, геометрия, астрономия, медицина, тарих һәм география. Улуғбек бұлардан тысқары әдеуір ғана жәмиетлік имаратларды, каруансарайлар, үсті жабық базарлар, чорсулар, жуыну бөлмелері һәм басқаларды да құрдырған. Каруансарайлардан ең үлкені Регистанда, қазіргі Алтын Қоры медресесі орнында болған һәм Мырза-и Карвансарай атыменен танылған. Улуғбек Мырза атасы дәуірінде құрыла баслаған, бірақ айрым себеплерге бола бітпей қалған әдеуір имаратларды да біткереді. Гөрі Амир мақбарасы, Шахызында әулесі һәм Шахрисабздағы көк күмбез мешіті ұсылар қатарында. Улуғбек орташа мемлекет қайраткері. Өкінішпенен айтамыз, әуметі келмеген саркарда еді. Сыртқы саясат жүргізуде болса, оны Шахрух пенен де, Байсоңғыр Мырза менен де салыстырып болмаған болар еді. Улуғбек көбірек алым һәм білімлі инсан еді һәм мұсылман әлемінде ол сияқлы патша ұлыма болмаған еді. Ол өзінің математика, геометрия, астрономия, тарих пәнлерінде Америка асырған дүние жүзлік жаңа ашылулары менен ілім бетлерінде өшпейтұғын із қалдырды. Ол поэзия һәмде музыка менен шұғылланды. Қосқылар жазды, жаңа төретпелер жаратты. Мырза Улуғбек ірі алым болуы менен бірге өз дәуірінде пән рауашлануына бас болды һәм ілім халқына қауендерлік етті. Оның сарайы мәдениет һәм ілім пікірлеудің хақиқи орайына айланып, бұл жерде онлап ілімпазлар, шайырлар, тынышлық пенен тұрмыс кешірген һәм үйретушілік еткен. Ірі математик һәм астрономлар Қазизода Руми, Ғиясуддин Джамшид, Улама Минуиддин Кошони һәм Али Құшчы,
Жетік медресе оқытушылары Саид Имамиддин һәм улама Мухаммад Хавафи, атаклы түсіндіруші һәм тип алымы Бурханыддин Нафис ибн Аваз Кирмони, Забердис шайырлар Лутфи, улама Хиyoли, Исматулла Бухори, Камал Бадахши һәм радибиятчы һәм де тілші шебер педагог Ходжа Фазуллох Абдулайси услар қатарында болып табылады. Улуғбек сарайда һәм әскери жүріслер вақтында да илімпазлар һәм шайырлар менен мушайралар, munazaralar өткеріп тұрар һәм онда өзі белсенді қатнасар еді. Самарқанд мұнажымлары һәм олардың ғамхор һәм шебер жетекшісі Мырза Улуғбек шығыс астрономия пәнінің рауажлануына үлкен үлес қосты. Яғни оның Зиджи Джадиди Карагани шығармасы классик астрономия ілімі тарихында бөлек орын тұтады һәм орта әсір астрономия пәнінің ең жақсы дүрданаларынан болып табылады. Улуғбектің астрономия ілімінде істелген жаңа ашылуларына өтуден алдын соны айрықша айтып өту керек. Самарқанд астрономия мектебі һәм атақлы алымының дүния жүзлік ойлап табылулары негізінде шығыс халықлары, атап айтқанда Орта Азия халықларының зор іліми һәм мәдени мираслары жатады. Улуғбек және оның іліми қатарласлары қызметте әне сол бай мирасларға сүйене отырып іс тұтқан. Белгілі болғанындай, Улуғбек дәуірінде бой тіклеген Самарқанд обсерваториясы астрономия пәнінің рауажлануында үлкен орын тұтады. Бұл ажайып ілім ошағы ойшыл патша, ажайып Мырза Улуғбектің мақтауға лайық қошаметі һәм зор ұмтылмас харекетлеріменен 1424-1428 жыллары Самарқандтың Арха тарепінде Обрахмат жабының бойында Кохақ төберлігінің үстіне құрылады. Бірақ астрономиялық бақылау жұмыслары Самарқандта бұннан ілгеріде алып барылар еді. Һәм бұған 1417-1420 жыллар ішінде құрып біткерілген Улуғбек мешітінің бөлмелерінен бірі масластырылған еді. Самарқанд обсерваториясы үлкен 3 бөлмелі болған. Жоғары имараттың ішкі бөлімлері теңі жоқ нағыслар менен безетілгенлігі. Оның диуал һәм пәткілерінде 9 аспан дәрежелері, минутлары һәм хатте секундларына шекем есапланып, 7 планета һәм де харекетсіз тұрақлы жұлдызлары, соның менен бірге жер шары, 7 ықылым, тау сахралары һәм дария теңізлері менен суретленгенлігі айтылады. Улуғбек обсерваториясының қалдықлары 1908 жылы атақлы рус алымы, шығысты зерттеуші археолог Василий Вяткин тарапынан ашылды. Имараттың шеңбері 46-40, биіктігі болса 30 метрге жақын болған. Һәм оннан 80 деп аталған бақылау аспабының бөлегі табылған. Сонда айтып өту керек, айрым мағлуматларға бола, Улуғбек обсерваториясында бай бір кітапхана да бар болып, онда 15 000 жылттан зият уақыт дауамында бақалы кітаплар сақланған. Улуғбектің Зиджи Джадиди Карагани шығармасы Самарқанд обсерваториясының теориялық һәм амели мәселелерін қамтып алған жазларға тән шығарма болып табылады. Дүретпетикарынан 2 бөлектен теориялық кірісу һәм астрономия һәм де геометрияға тиесілі түрлі кестелерден ібарат болып 1437 жылы жазып тамамланған. Бірақ Улуғбек өмірінің соңғы күндеріне шекем оның үстінде жұмыс істеуді дауам еттірген. Зиджи Джадиди Карагани кірісуінің бірінші бөлегі әне сол зарурлы мәселелерге арналған, һәм онда араплар, греклер, Иран, Қытай һәм ұйғыр сәнелері, дәуірлер, жыл һәм айлар, күн һәм де хаптелер хақында, соның менен бірге бұл сәнелердің келіп шығуы һәм олардың бір-біріне болған қатынаслары хақында толық түсінік беріледі. Кірісудің екінші бөлегі 22 баптан ібарат. Бұл бөлекте жұлдызлардың биіктігі һәм олар арасындағы аралық, меридиан сызығы, ұзынлық һәм кеңлікті өлшеу жоллары көрсетілген. Үшінші бөлекте Құяш һәм айдың харекеті баянланған. Құяш һәм айдың тұтылуына арналған арнаулы бапларда болса, әне сол жағдайдың анық уақытлары және оны анықлаудың өткен дәуірдегі һәм қазіргі жоллары кең айтылған. Улуғбектің сәне һәм планеталардың жылы харекетлері хақындағы есаплары да қазіргі есап кітапларға жүді жақын келеді. Улуғбек бұл есапларда тек 1 минут 2 секундқа ғана алжасқан. Минеттің астрономия һәм тригонометрияға тиесілі кестелер келтірілген екінші бөлегінде 1018 жұлдыздың жағдайы көрсетіп берілген. Кестелер өзінің анықлығы менен адамды таң қалдырады. Бұл кестелерді түзу гумансыз ауыр іс еді. Зиджи Джадиди Карагани астрономия ілімінің ажайып жеміслерінен бірі ретінде шығыс мемлекеттерінде ғана емес, бәлкім Европа һәм Америкада да даңққа ерісті. Оны жаһан ілми жәмиетшілігіне жеткізуде алымның
Абдулланың шәгірті Алауиддин Али Қушчы һәм оқымыслы білім қауындері Темури Абылқасым Бабурдың қызметі үлкен болған. Жаһанге даңқы жайылған Самарқанд обсерваториясының көпшілік нәтижелі бақылауларының әжайып нәтижесі болып, 15 ғасырдың бір тәреплеме екінші ярымында бұл жерде жаратылған. Және басқа да ілімі дөретпелерде жаһан ілім ғазинесінің ең жақсы ғазинелері қатарынан бекем орын алды. Шахрух 1447 жылдың 12 март күні ақлығы Сұлтан Мұхаммедке қарсы жүрісте Райда дүниядан көз жұмды. Бұнан кейін Батыс Иран һәм Парсыда Мұхаммед Сұлтан, Джурджон һәм Астрабадта Абулқасым Бабур, Хорасан һәм Киратта Алауд-Давла өздерін ғаризсіз хүкімдар деп жариялады. Амударияның һәр екі жағалауындағы жерлер Балх, Хутталон, Құндыз, Балгон, Архан, Саулы Сарай, Анхут, Шибірған, Наймана һәм Фарьоб Ұлығбектің баласы Абдулатифтің қолына өтті. Ирак һәм Азербайджанда болса қарақұйынлылар және үкімет басына келді. 1448-1449 жылларда Алауд-Давла менен Ұлығбек ортасында Шахрухтың таж тақты үшін күрес дауам етті һәм бұл күресте Ұлығбектің қолы бәлент келді. Ол Алауд-Давла һәм Абылқасым Бабурдың бірлескен күшлерін жоқ етті. Бірақ Ұлығбек Амир Абдусаид һәм Шахзада Йорали көтерілісі себеплі Абдулатифті Нишапурда қалдырып өзі Хиратқа кетті. Көтеріліс бастырылады. Бірақ дегенменен Абылқайыр хан һәм көшпелі өзбеклердің Самарқандты қамалға алған хабар келеді һәм бұл уақытта Ұлығбек атасының табыты һәм ғазинесін алып Мауреннахрға қарай және жол алады. Жолда оған Абылқасым Бабур тарапынан Машхаттан жіберілген әскери бөлім hüjum етеді һәм үлкен зиян жеткізеді. Сондай-ақ Амудариядан өту уақытында Абылқайыр хан тарапынан жіберілген әскери бөлім оған және зиян жеткізеді. Ұлығбек сол жолды Бұхарада өткеруге мәжбүр болады һәм 1449 жылдың ерте бахарында әскер топлап Хорасанға жүріс қылажақ болады. Бірақ дегенмен бұл сапары Ұлығбектің өз баласы Абдулатиф пенен күресуге мәжбүр болғанын айтып өту керек. Абдулатиф Ұлығбек дұшпанларының ығуасы менен атасына қарсы көтеріліс көтерді һәм Абылқасым Бабур менен тіл біріктіріп, атасына қарсы ауқам шөлкемлестірді. 1449 жылдың 19 сентябрінде Ұлығбек Самарқанд жанындағы болған ұрыста жеңіліске ұшырап, Самарқанд тарапқа шегінді. Бірақ қала хакімі Миранчах Кавчин патшаны қалаға кірітпеді. Сонан кейін Ұлығбек Шахрухияға барды. Қорған Кутволы Ибрахим ибн Полатта үкімдарды қалаға қоймайды. Бәлкім, оны ұслап Абдулатифке тапсырмақшы болады. Давлатчоқ Самарқанди һәм тарихы Абдулқайыр хани шығармасының авторы Масуд ибн Усмон Қоқыстанилер сонда Ұлығбек Абылқайыр хан алдына сығнаққа барып, оннан жәрдем сұрамақшы болғаны. Бірақ бұл пікірінен қайтып, хакимиятты Абдулатифке тапсырып, өмірінің қалған бөлегін ілім-пәнге жұмсау ниетінде Самарқандқа барып, өзін баласының қолына тапсырғанлығын гүрің етеді. Ұлығбек әке менен бала арасындағы бір-біріне шапаат һәм қайыр сахауат болу керек деп ойлаған еді. Бірақ ол қатты алжасты. Сатқын Абдулатиф қадырдан әкесінің өміріне шаң салды. Ол әкесінің діннен көре табиғи ілімлердің рауажлануына көбірек қолдау көрсеткенінен наразы болып жүрген діндарлардан діннен шыққан Ұлығбекті өлтіру хақында пәтуа жаздырып алды. Енді кезек жәллатқа келген еді. Хаж ету үшін Меккеге кеткен Ұлығбек Самарқанд жанында сатқынларша өлтірілді. Бұл қорқынышлы һәм бақытсыз уақия Мирхандтың айтуына қарағанда мұсылманша жыл есабы бойынша 853 жыл 8 Рамазанда, яғни 1449 жылдың 25 октябрінде жүз берді. Ұлы алым, хақиқи білім иесі Ұлығбек ілімі камалға жеткен дөретушілік бұлағы қайнаған бір уақытта сатқынларша қаза тапты. Бірақ оның ұлы аты тарих бетлерінде мәңгі қалды. Ұлығбек өз дәуірінің ұлы алымы һәм саясатшысы еді. Ол ұзақ уақыт жасамады, бірақ оның ілім нұры миллионлап жұлдызлар ішінде елеге шекем жарқырауды дауам етпекте. Ұлығбек ілім һәм мемлекет басқаруы арасындағы тең салмақтылықты сақлау үшін тек қана саяси тараптан емес, ал жақынлары менен де күресуге мәжбүр болды. Оның тағдиры бізге тек қана ілім һәм білім жолындағы мәртлікті емес, ал бәлкім құдіреттің де бақасы бар екенлігін білдіреді. Егер сіз тарихтағы міне ұсындай қызықлы һәм сырлы уақиялар хақында мағлуматлар алуды қалесеңіз, Жайхун каналынан ұзақласпаң. Алдағы уақытларда көріскенше саламат болың.